Ол ақынның қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы табиғатты асқан шеберлікпен жырлауы. Оның дәлелі көпшілікке кеңінен таныс жазғы түрі жаз, күз, қыс, желсіз түнде жарық ай сынды өлеңдері мен орыс ақыны Лермонтовтан аудармалары. Абайдың табиғат лирикасының ерекшелігі объективті және субъективті жағдайды тұтастыра айтуы. Ақын дүниенің болмысын, табиғат құбылысын әлеуметтік жайтпен астастыра суреттеді. Сол арқылы өз өмір сүрген заманның, қоғамның бет бейнесін қағазға түсірді. Өз заманының сыншысы суреткері Абай, халқының күйіне қабырғасы қайысқан, сондықтан да елдің жүдеу тұрмысы, қоңыр тірлігі ақын шығармашылығында ерекше көрініс тапқан. Мәселен, Абайдың қыс өлеңінде табиғат тұтастай жаңаша сипатқа ие болады. Ақын қыста динамикалық жанды образға, беймаза адамға теңеген. Шаруа адамының берекесін алған қыс қаһары қазақ ауылының қарбалас тіршілігі мен әлеуметтік шындығымен астасып кетеді. Ал Абайдың күз өлеңінде қазақ ауылының жабырқаңқы көңіл күйі табиғат көрінісімен тұтастықта суреттеледі. Суреткер көңілсіз қара суық арқылы халықтың жүдеу тұрмысын шынайы бейнелейді. Өмірде қарапайым адам аңғара қоймайтын нәрселер Абай назарына бірден ілігеді. Дәл осы елеусіз нәрселер шындыққа апаратын, өлеңнің өзегін айқындайтын негізгі ойға айналады. Абай Құнанбайұлының желсіз түнде жарық ай туындысы табиғат лирикасының озық үлгісі ретінде әдебиетіміздің алтын қорына енді. Бұл өлең сезімнің нәзік қылын шертіп, туған даламыздың сұлулығын айшықтай түседі. Ұлы ақын табиғат лирикасы арқылы қазақ поэзиясына жаңа сипат, тың көркемдік шешім әкелді.